Енді $200 мен $500 айырмашылығы неде деп сұрап жатады елдер. Бұл жерде ешкімді қинамайды. Сен қалай да осындай картаны алу керексің деп. 3 түрлі карта бар ғой тіркелгендерге. Серебряный карта, золотой карта, бриллиантовый карта деп. Міне, өзіңіз білесіз, қандай картамен тіркеле аласыз. Қазіргі таңда онлайн форматта болып жатса, бұл маркетплейс, кейін келе бұл офлайн форматта да болатын болады. Яғни сіз оптым завод бағасымен алу үшін маркетплейстен алдын ала орын алып қойғаныңыз жөн. Бұл жерде 3 түрлі категориямен тіркеледі: потребитель, бизнес және акционер. Егер де сіз өзім үшін, бала-шағам үшін завод бағасымен ешқандай посредниксіз товар алып, өзімнің ақшамды экономдаймын десеңіз, онда $200 мен тіркеліп орын алып қойсаңыз болады. Егер де сіз Қытаймен бизнес жасап, осы товарларды оптым өз бағасына алып, магазинге қойып, үстінен қанша баға қойып сатам десеңіз де, $200 мен тіркеліп орын алып қойсаңыз да болады. Егер де сіз компанияның акционері боламын, және де өмір бақи пассивный табыс тауып отырам, істесем де істемесем де пассивный доход алып отырам десеңіз, онда $500 мен сразу акционер болу үшін бизнеске кірсеңіз де болады. Сондықтан бұл жерде 3 түрлі категориямен тіркелуге болады. Әр түрлі табыс табудың әр түрлі жолдары бар. Кейін келе базарлар жабылады. Барлығы осындай электронный форматқа өтетін болады. Сондықтан ертерек орын алып қалыңыз. Бұл сетевой емес, бұл пирамида емес. Бұл электронный площадка, маркетплейс.